Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге каналымызда осындай айран қосылып жасалынған ерекше дәммен осындай таяқшалардың рецептімен бөлісетін боламын. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Балалар осыны қызықтап жейтін болады. Осы рецептпен жасаңыздар. Бізге алдымен 2 жұмыртқа керек. Оны жақсылап араластырып аламыз. Бұл жерде миксердің қажеті жоқ, осылай шанышқымен немесе венчикпен араластырсаңыздар болады. Енді осының үстіне 250 грамм айран қосатын боламыз. Менде дүкеннің айраны. Бұл жерде майлығы айранның маңызды емес, қандай айран болса да қоса бересіздер. Бұны да жақсылап жұмыртқа екеуін араластырып аламыз. Енді осының үстіне 1 шай қасық қант, 1 шай қасық қатты толтырмай тұз салатын боламыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Толықтай еруі керек тұз бен қантымыз. Егер де сізде укроп болса қоссаңыздар болады, немесе көк пияз қоссаңыздар болады. Және үккіштен өткізілген ірімшік қостым. Бұл жерде де ірімшікті ұнайтын адамдарға 100-150 грамм қоссаңыз болады. Мен мына жерде 50 грамм ғана қостым, орташа мөлшерде. Және укроптың жарты бумасын турап қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді осының үстіне алдын ала електен өткізіп қойған болатынмын, ұнды қосатын боламыз. Міндетті түрде електен өткізіп алғандарыңыз дұрыс. Енді осының үстіне 2 шай қасық қопсытқыш салатын боламыз. Онымен бірге араластырып, бірінші осындай шанышқымен араластырып илейтін боламыз. Және кішкене қоюланғаннан кейін қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Қолға жабыспақ болады. Сондай болғаны дұрыс. Өте көп ұн қосатын болсаңыздар, қамырымыз қатты болып пісіп шығатын болады. Сондықтан осы жерде описанияда көрсетілгеннен артық ұн қоспаңыздар. Жақсылап ұнның ешқандай түйіршігі қалмайтындай етіп илеп алатын боламыз. Және де ұнды бірнеше бөлікке бөліп отырып салғандарыңыз дұрыс. Барлығын бірден салмаңыздар. Өйткені ұнның тығыздығы әркімде әртүрлі болады. Сондықтан 2-3 бөлікке бөліп қолымызбен илеп отырып қосасын боласыздар. Мінекей қамырымызды толықтай илеп болдым. Енді осы қамырды 5 минуттай қойып қоятын боламыз. Кішкене тынуы керек. Осындай қолымызға жабыспақ болып шығады. Енді 5 минут тұрған қамырымыздың астына осылай ұн сеуіп аламыз дастарханға. Және қамырымызды қойып, бетіне де ұн себетін боламыз. Бұл оқтауымыздың жабыспауы үшін. Осы қамырымызды осылай қолымызбен бірінші жұқалап аламыз. Және екінші рет оқтаумен жайып шығатын боламыз. Қалыңдығы 1 немесе 2 сантиметр етіп жаятын боламыз. Қатты жұқа жасамаңыздар. Неғұрлым қалыңырақ болғаны дұрыс. Мінекей қолыммен жайып болдым. Енді аз-аздан ұн сеуіп отырып, осылай оқтаумен жұқалап жайып шығатын боламыз. Құрметті көрермен, менің каналымның ары қарайда дамуына үлес қосқыңыз келсе, подписаться батырмасын басып, тіркеле кетіңіз. Және де осы видео ұнаған болса, комментарий, лайктарыңызды баса кетіңіздер.
қамырымызды осылай толықтай бір тегіс етіп жайып алатын боламыз. Жабысқан жерлеріне аз-аздан ұн сеуіп отырыңыздар. Сонда дастарханымызға жабыспайтын болады. Мінекей қамырымызды толықтай жайып болдық. Қалыңдығы 1-1,5 сантиметрлей болатындай етіп жайып алдым. Енді осы жайып алған қамырымызды осындай бауырсақ кесетінмен түзу етіп жіңішкелеп кесіп шығатын боламыз, жолақ етіп. Және де бұның ұзындығы сіздің майға пісіретін табаңыздың үлкендігіне байланысты болады. Менде табам кішірек болғандықтан бұл ұзын жолақшаларды ұзындарын 3-ке, орташаларын 2-ге бөліп шығатын боламын. Бұл ұзындығы әркімнің өзінің табасының ұзындығына байланысты кесіп шығасыздар. Мен осы бір ұзын жолақты 3 бөлікке бөліп алдым. Барлығын алдын ала кесіп дайындап аламыз және газға табамызға сұйық май құйып қыздырып алатын боламыз. Және майымыз қызғаннан кейін осылай дайындап кесіп турап алған қамырларымызды салып астын үстін аударып отырып қызартып пісіріп шығатын боламыз. Және де бұл жерде оттың астын орташа қызулықта қойғандарыңыз дұрыс. Асты піскеннен кейін үстін аударып қызартып алатын боламыз. Және де майын сорғытып қағаз сүлгіге түсіріп алатын боламыз, артық майларын сіңіріп алу үшін. Мінекей дайындап қойған, кесіп дайындап қойған қамырларымызды түгел осындай асты үстін аударып отырып майға пісіріп алатын боламыз. Және міндетті түрде қағазға сүзіп алыңыздар, артық майлары кету үшін. Өте керемет дәмді болып шығады, өйткені бұның ішінде ірімшік бар, укроп бар, керемет дәм беретін. Және де бұның ішіне сіздер шұжықты ұсақ үккіштен өткізіп қоссаңыздар да болады, өте дәмді керемет шығады. Ал мен ірімшікпен жасадым. Өте керемет дәмді болып шықты. Міне соңғы қамырларымызды пісіріп жатырмын. Өте оңай жасалынады және өте оңай дайын болады. Және балаларымызға міндетті түрде осы тоқаштар ұнайтын болады. Мінекей 1 стакан айраннан осындай көлемде көп мөлшерде тоқаштар шығатын болады. Осы видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған мен Жұлдыз. Сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше. Және де менің каналымда қандай видеоларды көргіңіз келеді, комментарияға жаза кетіңіздер.